Жам, саған не болды? Неге настроениең жоқ? Бүгін қандай күн екен, ұмытып қалдың ба? Екеуміздің бірге танысқан күніміз? Жоқ. Сенің мамаңның туған күні? Жоқ. Сенде андай күн ғой бүгін? Жоқ, емес. Не болды, айтсаңшы? Бүгін кредит төлейтін күн. Соны ұмытып қалдың ба? Қанша рет айтам, ақшам жоқ болып тұр, сол үшін настроением де жоқ болып тұр ғой. Қазір шешеміз. Қанша рет айтам, сөйле деп. Қазір шешеміз ғой болды. Алло, Бақа, қазір ақша бар ма? Қайда жоғалып кетті? Наконец-то келдің, қайда жүрсің? Еще ішіп кетті. Енді достарымызбен іштік енді. Басты қатырмай, не? Мен балам қайда? Осы балан деген ішкен кезде керек болып қалады екен сен. Мен балам қайда? Өз баламды өзіне көре алмаймын не? Тиіспе менің мамама, ұрма, тиіспе. Мен бар ғой, өскенде сен сияқты ешқашан ішпеймін. Түсіндің ба? Ішпеймін ешқашан ішпеймін. Түн! Ішпеймін. Ішпеймін. Брат, мен темекінің зияны туралы көп оқыдым. Енді мен қоям деп шештім. О, брат, темекіні ме? Жоқ, брат, оқуды. Солай де. Брат, от бар ма? От. Брат, бар ғой, міне. 5 тұтатып алайын. Брат, 500 теңге неге жағып атсың? Брат, сенің күніне темекке қанша 500 теңге жағатынды бір құдай біледі. Адам дүниеге келген кезде, оның бойында жақсылық та жамандық та болмайды. Бұл шексіз мүмкіндіктер әлемінде ол қай жаққа қарай дамуы, ол өзінің жеке шешімі. Бұл әлемде шектеу жоқ. Шектеу бұл тек біздің басымызда. Армандарымыз орындалады, мақсатымыз айқын болса. Ладно. Ашық аспан, мол бақыт, короче. Вот это тост. Давайте балам, сен ана компьютерден шықпайсың. Бір кітап оқып, бірдеңе істесеші, ойын ойнай бермей. Пап, мен ойын ойнап отырған жоқпын. Мен программировать етіп отырмын. Между прочим, Илон Маск өзінің бірінші программасын 12 жасында жасаған. Потом оны $500 сатқан. Мен де сөйтем. Балам, анау универді қойып кеттің. Енді не істейсің, дипломың жоқ. Ой, пап, қатырамыз ғой. Мысалға, Билл Гейтс бірінші курста Гарвардтан шығып кеткен. Ол қазір миллиардер. Уайымдамаңыз, пап. Не істеп жатсың сен? Жасың болса 35-ке келді. Елдің соклассник группаштарын бәрі депутат болып алды. Не істеп жатсың? Жұмыс істемейсің ба елді құса? Ой, пап, уайымдамаңыз. Полковник Сандерс KFC-дің негізін қалаушысы, өзінің бірінші ресторан 63 жасында ашқан. Так что уайымдамаңыз, уақыт әлі көп қой, қатырамыз. Кет, ұйықты оймайды, не дейді?
брат, жүрсей тез, құдалар күтіп қалатын болды ғой. Брат, тағы алайын да, құдай екеуміз көрсететін деді. Давай. Төй, елки, түйреш түсіп қалды. Жарайды, түгетпейді, жүрші ан жақта тағы салып. Менде бар түйреш. Түйрегіш? Бізді біреу оқытып кеткен ғой. Алло, Майра? Майра, мен мұнда түйрек ұштап қалдым машинеден. Ана жол тойда, ана гуля қой деймін, соны оқып кеткен, көре алмай сыпсыңдап жүріп еді ғой. Ана Иран кемпірдің номері бар ма? Срочно защита қойдыру керек, аластау керек, шықтау керек. Түйрек, все, давай, қабай жүріп, давай. Кәмел қызыңызды шашсын. Жаным, мен жігіттермен отырмын. Қасымда ешқандай қыздар жоқ. Міне, только барлығымыз футбол көріп отыр. Уайымдама. Қызыма сторис жазып отырмын. Жан, біз жігіттермен жұмыс жасап отырмыз. Уайымдама, қыздар жоқ. Жан, біз жігіттермен тамақ ішіп отырмыз. Жанқожа, сен үшін дасталсын қызына отчет беріп. Сен үшін менің қызым қайда екенін біліп отырады. Постоянно осы ғой сенікі. Әкеш телефонды. Жігіттер, мен 1 минутқа шығып келейін, тез келем, Менің қазір қызыма ұшып бар. Мен жігіттермен отырып, телефонымды алып қойды. Қасымызда қыздар жоқ. Сен қызыма ұшып бар да айт. Мен оған адам, мен оны жақсы көрем. Давай. Жаным, мен осы ойлаймын да. Осы той жасамай қойсақ қайтеді? Лучше сол кеткен шығындарға бір пайдалы нәрсеге жұмсайық та. Мен де соны айтамын. Лучше сол ақшаға Еуропаны барып аралап қайтайық та, или бизнес ашайық. Болды, үйдегілермен сөйлесемін. Қалай той болмайды? Ертең жұрт айтады ғой, бір баласын той жасап бере алмады деп. Құдамның бетіне қалай қараймын мен? Бүкілінің тойына 20-30 мыңнан апарып, енді соны қайтармаймыз ба? Текке апардық па? Ертең ауылға қай бетімді айтам? Жұрт не дейді? Жоқ, той болмай ма не? Құда балалары келмей ма? Аға, мен көйлек сатып алып қойдым ғой. Қалай болмайтын, тақпа жаттық қойдым ғой. Disco, partizani. Disco, partizani. Саған қалай айталам, айтпай қалай жай табам. Сол алғашқы жалынды жағайықшы қайтадан. Даже? Оғылжан, ренжімеш, бүгін кездесе алмаймыз. Жұмыстарым шығып қалды. Сен жындысың ба? Мен боянып, киініп, уже дайын отырмын ғой шығуға. Тем более 2 сағат дайындалдым сен үшін. Все, звондамашы маған, бесиш. Блин, не істеймін енді? Фото алып салайын. Да. Жаным, мен жұмыстарды бітірдім. 10 минуттан кейін келем, дайындал. Как всегда. Қалай қарайсың? Айта алмай жүрмін бір сөзді мен саған. Жасай алмай батылым бармай бір қадам. Іште мен өртеніп барам. Сен оңайсың. Все, келдік онда. Кешке хабарласам. Все, жарайды. Рахмет. Кілтім. Тым тарасында өткен елемей, тым таныс күйде қайта бөленей. Бұл айлы түнді сөккен күн